Құрметті білім алушылар, бастауыш сыныптар арасында өтетін «Мен зерттеушімін» атты зертханалық онлайн байқауға қатысқым келе ме? Онда мен сіздерді қызықты зертханаға шақырамын. Құрметті әріптестер, білім алушылар, наурыз айының 15-ші жұлдызында 2-4 сыныптар арасында кім жүйрік көбейту кестесі бойынша сайыс өтеді. Осы сайыста өз білімдеріңізді көрсетіп, үздік жүйрік атанудан кеш қалмайық. Құрметті әріптестер және білім алушылар, наурыздың 12-ші жұлдызында сағат 12-де 3-ші сыныптар арасында ата-бабамыздан келе жатқан дәстүрімізді дәріптеу мақсатында 1001 мақал, 101 жұмбақ сайысына шақырамын. Величайший русский поэт, писатель, родоначальник новой русской литературы Александр Сергеевич Пушкин говорил: «Чтение – вот лучшее умение». Приглашаю вас окунуться в замечательный поэтический мир Александра Сергеевича Пушкина. Өткен күн таң тамаша ертегі ғой, айтады ертегі сыр, ертегі ой демекші, ертегіге қызықпайтын бала жоқ шығар сірә. Санжар, саған ертегі тыңдаған ұнай ма? Әрине ұнайды. Ертегі біздің қиялымызға қанат бітіреді, бізді жақсылыққа үйретеді. Күні біздің мектебімізде 1-ші және 2-ші сынып оқушылары арасында ертегі айтып үйренеміз атты онлайн байқау өтеді. Олай болса, қызықты ертегілер айтып үйренейік. Кел досым, сен де осы байқаудың қатысушысы бол. Байқауға қатысып, жеңімпаз атан. Құрметті әріптестер, білім алушылар, 3-4 сынып оқушыларының мазмұндаманы қалай меңгергені қызықтырады ма? Олай болса, 16 наурыз сағат 12-де болатын жас қаламгер мазмұндама байқауына шақырамын. Сандардың сырын білгілеріңіз келсе, логика әлемін түсінгілеріңіз келсе, 3-4 сыныптар арасында өткізілетін математика әлемі сайысына 12 наурызда сағат 11:00-де келіңіздер. Біздің интеллектуалды ойынымыз жұлдызды сәт деп аталады. Ол енді балаларға арналған 12 наурызда сағат 13:00-де басталады. Келіңіздер, көріңіздер! Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының тағлымы мол һәм тәлім-тәрбиеге толы өлеңдерін бастауыштың бал тілді балапандарының әуезді үнін естіп рухани дем алғыңыз келсе, 10 ақпан күні өтетін өлмей тұғын ізінде сөз қалдырған атты мәнерлеп оқу байқауына шақырамыз. Здравствуйте, с вами Гуржан Александровна. Хочу пригласить тех, кто любит фантазировать, и тех, кому некогда скучать. Лепим, клеим, собираем и узнаем вместе все секреты мастеров. Присоединяйся к нам.